жүзінен нұр тамып, көздері күлімдеп тұрушы еді. Күлкісі тау бұлағындай сыңғырлайды. Мен кім едім, ол кім еді? Қолаң шашты, қыпша бел, ұяң қыз болатын ол. Нағашы әпкелер оны 3 жыл бойы күн қылып ұстады. Бәріне шыдады, қанша қиындық көрсе де тазалығын жоғалтпады. Сол үшін үйленген мен оған. Стоп! Сен тыңдашы. Сенің сөзің мен ойың үйлеспеу керек. Егер ойланып сөйлесең, әрекет деген өзінен өз туады. Ұқтың ба? Ал сенде сенім әрекеті жоқ. Бүкіл жан дүниеңдегі сергелдеңді ашып жеткізе алмайсың. Осыны ойланшы сен. Жарай ма? Тағы да. Баста. Қай жерден бастайын? Жаңа келген жерінен. Нағашы әпкелер деген жерден баста. Нағашы әпкелер оны 3 жыл бойы күң етіп ұстады. Бірақ ол бәріне төзді. Қанша қиындық көрсе де тазалығы мен адамгершілігін жоғалтпады. Мен оған сол үшін үйлендім. Көбіміздің бойымызда сирек кездесетін сол асыл қасиетіне табынып бас идім. Сол үшін құрмет тұтып үйлендім. Стоп! Не болды Райхан? Ермек музыкасын өшісінші. Не болды сендерге? Бала болып кеттіңдер ма? Қашанғы отырамыз? Ішіміз пісті ғой. Отырғаның міндет пе сенің? Сендер маған міндет қылмаңдар, білдіңдер ма? Кетем десең қазір кет. Баста. Ермек шығып кетсінші. Жарайды Райхан, қойшы енді. Сол бақытымның, сол күндерімнің қадірін білмеппін. Басынан басташы. Баста. Қай жерден бастайын? Басынан басташы. Нағашы әпкелер оны күң өтіп 3 жыл бойы ұстады. Бірақ ол бәріне төзді. Қанша қиындық көрсе де адамгершілігі мен тазалығын жоғалтпады. Мынаны маған сыйладың ба? Бұл не? Не үшін? Менен саған естелік болсын. Өзіңе қалдыр. Мен жоқта не істемей қойын ба? Басым қатып жүр. Өзіңмен өзің шамасы басын қататта жүрді өмір бойы. Сау бол.
Отыз екі. Төсек пен қабырғаның аралығын өлшейік. Жарайды. Мыналарды осында-ақ тексерсек қайтеді? Әрине. Үш жарым метр. Дұрыс алдың ба? Әрірек өлші. Әрірек өлші. 2 метр. Біз болдық. Мұқият болшы. Бәріне. Кеше бір қонақтар келіп, басым ауырып тұрғаны. Машина келді. Не дейін? Тоса тұрсын ба? Ала кетші. Еркін? Әй, қайда жоғалып кеттің? Көрінбейсің көзің тіпті. Қолың бос қой бүгін. Бос? Мен қазір бір кісіден жауап алам. Сосын бірге болайық. Жарайды маған бар. Көп кідірмейміз. Адам сияқты алдынан не кірмеді? Аяқ астынан А? үстінен түскенін жақсы көрем. Мынауың өмір ашылмаған ес қой. Біз үшін ашылады ғой. Сәлеметсіз бе? Прокуратура. Тұрғынбаева Нұргүл осында ма? Иә. Тұрғынбаева 20-шыда. Біз онымен сөйлесуіміз керек еді. Онда ана жаққа бара беріңіздер. Мен шақырам. Ана жақта бос бөлме бар ма? Иә, өте беріңіз. Сол бөлмеге шақырып жіберіңізші. Рахмет. Жарайды. Қазір немен айналысып жүрсің? Істерімді жазып жүрмін. Не үшін? Түсімде мен өмірдегіден гөрі шынайы сияқты. Ей азғындар! Уау опасыз дүние! Маған да бір қарашы! Танимысың сен мені? Мен қазақтың баласы, ар жағын мен білмей.
Сәлеметсіз ба? Отырыңыз. Рахмет. Прокуратурадан. Ат жөніңіз кім? Тұрғынбаева Нұргүл. Қай жеріңіз ауырады? Жүрегім қысылып, қаным көтеріледі. Басым айналып, көзім көрмей қалады. Шағымыңыз жоқ па? Жоқ. Ауруханаға қашан түстіңіз? 10 күні. 10 күн дейсіз бе? Сағат нешеде? 6:30-да. Күндіз қайда болдыңыз? Үйде болдым. Үйде болдым деңіз. Ешкім келген жоқ па? Жоқ. Жалғыз болдыңыз. Сізден басқа ешкім болған жоқ қой? Жоқ. Басым ауырып үйде жат. Соны көрген адам бар ма? Жоқ. Адресіңізді айтыңызшы. Микрорайон Алмагүлде 17-ші үйде тұрамын. Нешінші пәтер? 3-ші. Солай деңіз. Енді мені тыңдаңыз. 10 күні сағат 3-те сіздің үйіңіздің алдына бір жүгілі келіп тоқтады. Ішінен 2 жігіт, бір қыз шықты. 3 сағат өткен соң, яғни алдылардың кезінде, олар үйден қайта шықты. Олар кеткен бойда ауырған боп, жедел жәрдем шақырдыңыз. Дұрыс айтып тұрмын ба? Қыздың өлгенін білесің бе? Аборт немен жасадың? Мен жасаған жоқпын. Өлтірген жоқпын. Қолыңды қой, қаладан кетпеймін деген. Мен жасаған жоқпын. Басымды қатырмашы. Өлтірген жоқпын. Қолыңды Мен қой. жасаған жоқпын. Қой қолыңды деймін. Жоғал. Қазір салқын сыра болар ма еді? Ой, сол болса жүргім тамаша болар еді. Кино көріп ұйқымды бір қандырып алайыншы деп ем. Иә. Қайсына барамыз? Анау бірінші. Американский ма? Аха. Маған 6-дан баса барлық сеансқа беріңізші. Мынауын көп қой. Несі көп? Дұрыс қой. Сонда қалай? 1, 2, 3, 4. Иә, 6-да, 8-де, 10-да. Дұрыс емес пе? Сонда бір күнін 3 рет көреміз бе? Иә. Қажет не? Мен жұмыстан кейін уақыт өлтіру үшін күнде кино көрем. 12-ге дейін. Жарайды, сен ұқтарсың. Сонда мен сенің қасыңда 5,5 сағат бойы не істеуім керек дейсің? Сен де дем ал. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің. Суретке түсуге келдіңдер ме? Иә. Адресіңді айта ғой. Сейфуллин 90. Мынаның ішіне таңда. Қанша жасап берейін? 9-ын жасаңыз. Гүлемді ұнай ма? Оның бәрін не істейсің? Достарыма берем. Мейлің.
Мінеке айналайын. Миша! Мынандай етіп жасаңыз. Мұртың неге жоқ? Мұртымыз өспей қалған. Оттық берші. Оттық үшін бетімнен сүймейсің бе? Өліп барамысың соншама. Сүйгенің үшін не істемейсің? Көп сөзді қойда бар жұмыс істе. Фотоаппаратымның бұзылып тұрғаны ертең келсе қалай болады? Жөнде де мыналарды дәл қазір суретке түсір. Анда бара беріңіз. Рахмет сізге. Сау болайын. Жағдайым болмай тұр. Бүгін ертерек кетсек қайтеді? Жоқ, болмайды. Қонаққа шақырып еді. 6-ға дейін істейміз, болмайды. Үміт! Ергеш! Мұнаға не болғаны білмеймін, істемей қалды. Жаңа ғана жұмыс істеп тұрады ғой. Бірдеңе қылып жөнде. Өзің жөнде Екі кемессің бе? Айналайын, звондап жатыр, телефонды ала қойш. Алло? А? Иә. Не дейсіз? Жоқ. Иә. Жарай, тоқтап. Анда бір кембір өлейін деп жатыр. Маған десе қата қалсын қақпас, уақыты жоқты. Айналайын, уақыттарың болса кейін келіңдер. Мына Енді бір шешімге келмейсің бе? Түк түсінбеймін. Жүр, барып кемпірдің халын білейік. апам шақырды ма? Онда апамның қасында отыра тұрыңыз. Апаңыз қайда? Ішінде жатыр. Қойшы дейін. Қойшы. Жібер дейін. Не болсын шама? Маса шағып алды. Қараш. Не істеп жатырсың? Масаңды өлдірдім.
Amasın be kararım. Senderi de kızım karşı aldı mı? İyi. Size del jardam keldi mi? Keşigimiz жатыр. Menin kızım da NKB'da mayor boп жұмыс істейді. Апау, жұмысыңды таста дейді. Бірақ үйренген соң қиын екен қарағым. Жаным ай, көптен бері жүрегім шаншитын болып жүр. Жалла. Тоқташ. Тоқтамайын, Бері қарашы енді. қарамайын. Не болды саған? Не? Неге Жіберші тулайсың? мені. Тоқташы деймін. Неге тулайсың? Қасымда неге жүрсің? Неге жүрмін? Бар. Жоғалшы. Көргім келмейді сені. Солай де. Жарайды. Юрал. Алды шықты. Жүр, анда бір кемпір өлгелі жатыр. Гуля, сен менімен жүресің ба? Сен жүре бер. И в результате кража чая на 1,5 миллиона рублей. Во-первых, совхоз под Воронежем поплатился 2 миллионами рублей за свою скуку. Здесь связали сторожа и украли несколько сотен норок, соболей, лисиц, андатов и хорьков. Где, а на московском заводе драгоценных металлов с охраной все в порядке. И тем не менее, здесь тоже крадут. Так вот, здесь, как и во всем мире, собственность охраняют не только... Спину. Поворот. Повторим. Раз, два, три. Раз, два, три. Спину. Носочки. Вот. Подтянулись. Прямее. Еще раз.
Шетіне ештеңе жоқ қой. Иә. Сенің есің дұрыс сөз айтма, мен саған болмайды деп. Себебі мен дайын емес. Арақ дейсің ба? Арақ па, бірақ бір келіншекке баруым керек. Қой, мен кеттім. Айттың ба? Иә. Келіншекке барасың. Мына бір кітапты берсейші маған. Қайсы ол? Альбер Камюді. Ал. Мына жерде бір ойыншық бар еді. Есіңде ме? Қайда кеткен? Қандай ойыншық? Әлгі өлең айтатын. Ағаш бұрандасы бар. Бар ма? Ішінде музыкасы бар ма? Иә. Ол мынау ғой. Келген шаруаң осы ғой. Қош. Жоқ, бұл емес. Енді қандай? Ұмыттың ба? Оның ағаш бұрандасы бар еді ғой. Бүйірінде айналып тұратын. Оны мен бір қызға сыйлағам. Мен танıyım ба? Танымайсың. Кешке бір келіншекке барам дедің бе сен? Иә. Күйеуі бар ма? Күйеуі бар, бірақ командировкаға кеткен. Екеуміз бірге оқығанбыз. Жолдасым әйеліне барам де. Жолдасың әйел болса, онда тұрған не бар? Көреш шақырса. Күйеу жүреді, оны әйел біледі. Жолдастарым келіп бетіме түкіреді деп ойламайсың ба? Неге түкіреді? Басқа келіншек жоқ па? Не күлесің? Бірге барайын деп. Жоқ, егер ешкім келсе, бірге шейік. Өжедің ғой. Құйып жатсаң көреміз ғой. Әкелейін ба? Мхм. Бірақ келісіп алайық, аяғына дейін ішесің. Ұқтың ба? Мына бір сақтап жүрген арақет саған бұйырған екен. Бүгін қолым бос болды. Саған кіріп шығайын дедім. Жолық бағалы көп болды ба? Қалай ойлайсың? Не үшін ішеміз? Аман есен, кездескеніміз үшін. Кел. Айтпақшы, сен ойыншықты неге сұрадың?
Жай әншейін. Не сұрақ болмай ма? Енді тек ойыншығын қайда? Арақты кіммен ішесің деп. Жарайды қойдық. Жібер. Отыра тұрайық. Қазір. Не болса? Жіберіңіз. Не болды? Отырайық, көңіл көтерейік. Қолыңды ал. Не болды? Қолыңды ал дедім ғой. Қолыңды ал. Қазір қайтып келем. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Өзің қалай? Басында жап-жақ жігіттер сияқты еді. Ішіп алған соң қолдарын жүгіртіп, жабысып, әрең құтыл. Бірден ішесің бе? Шампаннан ғана ішем. Гуля қайда? Гуля өткенде жігіттермен танысып, ресторанға барып отырып ішкен. Сосын жігіттермен қонақ үйге барған. Жігіттер қызып алып әдеттегідей не істесін? Гуляға шешін деген. Ал Гуля оған көнбей, терезеден секіріп. Сөйтіп аяғын сындырған. Қазір Гуля жатақханада. Сені күтіп жатыр. Неге келмейсің? Сен келсең қуанып қалар. Кел сен үшін ішейік. Мен үшін бе? Гуляның көңіліне келеді деп ойламайсың ба? Жоқ. Әдемімін бе? Гулядан да әдемімін бе? Қалай сені бұрын байқамағым? Сәлем. Қазір. Ал қалай? Көріп тұрмын. Ой, мынаны кім қойған? Бірге ұрсақ па? Кір. Аяғыңа не болған? Велосипедтен құлады. Мені сағындың ба? Әрине. Шай ішесіңдер ме? Шай ішеміз бе? Ішеміз. Егер мен осы көпірден секірсем, ізімнен сен де секірер ме едің? Қажет. Ал онда менсіз осы көпірге келер ме едің? Мен қазір ана жігіттерге барып темекі сұрайын. Қайда? Әне тұр. Неге? Маған темекі береді. Сосын қырындай бастайды. Ал сен олармен төбелесесің. Бастап отпа. Öyle jür kettik.
Келдім, тоқтай тұршы. Не башы туған? Сенің қызың ба? Болса не істейін деп еді? Тұра тұр, темекісін тартып алсын. Бас тартпа. Неменеге кіресің? Тартып олың. Немене? Қойыңдар жігіттер ят болады. Қойыңдар. Қой болды. Өй, ақымақ. Өзің ақымақ. Қанша жерге күн болды? Санасаң саусағың жетпейді. Сонда саған бәрібір ме? Оның саған не қажеті бар? Болған еркектердің саған риза болған шығар. Көңілдерін қалдырғам жоқ. Мүмкін менің де көңілімді көтерерсің. Одан бірдем өзгере ме? Білмеймін. Алдыңа түсе бөгейін бе? Сен осыған өз еркіңмен келістің бе? Қалай? Екеуміз бір-бірімізді дұрыс түсіндік пе? Иә. Не тастап кетті ме? Неге? Оны мен тастап кеттім. Не болып қалды? Маған жәлепсің деді. Әйел жаны түсінбейтін жігітте. Неге түсінбесін? Спектакль қойып жүрген режиссер. Кетпей жатыр ма? Шаруаң қанша? Мен де шаруаң қанша деймін. Ой, жай сұрағаным. Сен менің ақшамды есептеме. Онда тұрған не тұр? Өй, сен өзің кімсің? Режиссермін. Театрда. Құрған жер істейді екенсің ғой. Қолдарынан түк келмейтін, қалталарында соқыр, тиындарың жоқ, өңкей алғаш. Қайдан білдіңіз? Менің ақшам санап отсың ғой енді. Спектакльдерің жоқ. Болған күнде оған ешкім бармайды. Қалтамда ақша жоқ екенін қайдан білдіңіз? Немене? Қайдан білдіңіз деймін? Ай, оны білмейтін несі бар айналайын.
Осы сен менімен неге сөйлеспейсің? Сөйлеспеймін. Неге? Здравствуйте, в эфире новости Первого канала с обзором основных событий дня в стране и в мире к этому часу. Власти Грузии освободили сегодня российский экипаж вертолета в связи при перевозке гуманитарной помощи в квартире. Российский премьер Черномырдин призывает поднять дисциплину в стране, включая высшие эшелоны власти. Сегодня грузинские власти освободили экипаж вертолета в середине января при перевозке гуманитарной помощи в Шахтерский город. Мұнда не қылып отырсың? Помощь осажденного в квартире началась раньше, чем массовые Елжан, түсінбейсің. Түсінген де емессің. Мен саған соны соңғы рет айтуға келдім. Мен онда қалай режиссер болып, театрда спектакль қойып жүрмін. Ештеңе де ұқпапсың. Жарайды, мен кеттім. Менің ойымды дұрыс түсінгің келсе, ертең кел. Сонда түсінесің. Жарайды, сау бол. Сәлеметсің. Сәлемет бол. Балам, қайда барасың? Гуляға келіп едім. Гуля кімің еді? Досым. Бәсе таңертеңнен бері бір кісіні күтіп жүреді, тұрмысқа шығам деп. Сол сіз екенсіз ғой? Тұрмысқа шығам деп? Иә, Мен болармын. Гуляны жақсы білесіз бе? жақсы білемін, отыр балам. Оны мен көптен танысың ба? Жарты жылдай болды. Үйленем де. Кім білсін? 100 жылы бала екенсің, айналайын. Ол да жақсы қыз. Бақытты болыңдар. Рахмет апа. Жақсы. Бара берейін бе? Бара ғой. Атың кім балам? Еркін. 27-ші бөлме. Бара ғой. Рахмет апа. Гуля. Жүр бірге ойнайық. Басым ауырып отыр. Ку-ку. Гуля, canım benim. Гуля, ана жігітіңді шақырсын. Қажеті қанша? Отырсын, отыр тұрған не бар? Гуля, қойшы енді, отырсын. Шақырмаймын дедім ғой. Ту енді, ұят емес пе? Гуля, тыңдашы мен. Гуля, қызғаншақ болма. Керек емес. Еркелемеші енді. Еркін. Бер отыр. Кел отыр. Таныстық үшін шейік. Ардақ. Біз Гуля екеуміз үйледеміз.
Солай ма? Кел. Өткендегі айтқаның осы жігіт па? Бірақ сенің мамандығың кім емес? Режиссер Парктағы режиссерсің ба? театрда. Онда сол үшін алып қояйық. Давай, кел. Сен режиссерсің ғой? Иә. Давай енді өлең айтамыз. Сенің ба? Мен. Гүля, сен тарт, а мен өлең айтамын. Давай. Первый поцелуй, первое свидание, первая печаль, первая любовь, как прежде мы вдвоем, и осень, как тогда, и тот же грустный день, и то же слово «да». Жарайды, Гүлә, мен кеттім. Немене, саған даусым ұнамай тұр ма? Жоқ, кетуім керек. Асықпа, өзім-ақ апарып салам. Рахмет, өзім-ақ жетем. Саха, құршы бар. Ой, Министр Турцияға кетіп бара жатыр екен. Сол кісі барда көрсетіп алайық. Кетсе жолы болсын. Жуық арада көрсетеміз деп мен хабарлап қойдым. Хабарлаған несі? Спектакль өткізбейміз бе? Саған біреу хабарла деді ме, есің дұрыс бөзгінің? Спектакль қойып атқан сен бе, мен бе? Онда сен режиссер бол. Ақымақ. ағай не болып қалды? Жа, күнделікті жұмысымыз ғой. Не жұмыс? Жігіттер, жолдастар, мынау көретін фильміміздің тізімі. Мен радиоға баруым керек. Мұны екеуі жоқ. Неге жоқ? Қандай фильмдер екен? Қазір көреміз. Бергман. Бұл өте ауыр фильм. Бір жарты ішіп бармасаң болмайды, сондықтан керек жоқ. Тұра тұршы, бірісі қандай? Екінші Брессон. Бұл да нашар фильм. Бір актер басынан аяғына дейін темекі шегіп отыр. Керегі не? Көрген Гадар. фильмдерді немене сөзсіңдер? Оны маған сенсеңдер көрмей қойыңдар. Бәрібір түк ұқпайсың. Алар екі жатыр. Бергманды мен көргім жоқ. Енді не қыл дейсің? Көреміз. Белый солнце пустыни. Осыны көрейік. Осы фильм жақсы. Мен Бергманды көргім келеді. Бастырыш отыршы енді. Мойныңды жұлып алам. Қойсаңдаршы. Мен Бергманды көргім келеді. Барыңдар.
Сахан! Жарайт. Бара бер. Саламатсыз ба? Жүрмейміз бе? Қазір тұра тұршы. Мұнда не тұрсың? Кино көрмейміз. Кино көрмейміз. Залға барыңдар. Қандай кино көреміз? Бергманды көреміз. Бергман? Иә. Оны кім айтты? Режиссер айт. Өзі барып көрсін деңіз. Сахан екеуі барып көрсін. Иә.
Еркін! Еркін! Ау! Қайда жүрсің? Мен сені іздеп жүрмін ғой. Мен сені іздеп жүрмін. Шампан әкелдім. Сабит. Сабит. Есіктің алдында сені досың күтіп отыр. Аты кім еді? Есімде жоқ. Әлгі режиссер. Барсаңшы, жылап отыр. Сен әлі отырмысың? Анау тосып отыр ғой. Еркін? Не қылып отырсың? Күн салқын екен. Жаңбыр жауды дейді. Темекі іш. Шетін бірдеңең бар ма? Жүр. Кір үйге. Аяғымды жылытып ал. Мына құрғақты киіп алсаң. Жоқ, рахмет. Алып отырсайшы. Шай ма? Біздің үйге соқпақшы едің ғой. Гүл екеуміз айырылысып кеттік. Дұрыс болыпты. Сайқал болып шықты.
Солай де. Олардың бәрі сондай. Сен соны жаңа біліп жүрсің бе? Мүмкін бәрі өзім кінәлі шығар. Түк түсінбей-ақ қойдым. Сенің кінәң жоқ. Оларға сенуге болмайды. Менімен адам сияқты сөйлесе аласың ба? Өзің қалай ойлайсың? Онда былай болсын. Мен тергеуші емеспін, сен режиссер емессің. Кел, дос ретінде сөйлесейік. Дос болсаң өткенді ойыншық неге сұрадың? Ал сеніңше қалай? Мен тура сен сияқты ойлаймын. Сенің ішінде не сырың бар? Жасырмай айтшы. Неден қиналасың? Мені еріккеннен кинодан шықпайды деп ойлайсың ба? Басыңа түссе көретін едің. Мен де соны енді түсінген сияқтымын. Не болды? Мынауың мен сені түсінбей-ақ қойдым. Бәрін басқаша істеу керек. Сонда маған не істе дейсің? Меніңше бұлай істеу керек. Бояуыңды берші. Ендеше менің қажетім жоқ сияқты. Әлгін қайда? Алыстауын армандаған әкеңнің аусы.
Ұстауға келдіңдер ма? Иә. Тергеушілерің қайда? Неге есімнен қалмайсыңдар? Бүлдіріп жүрсің ғой. Не жазығым бар сонда? Бәрін сезіп жүрміз. Саламатсыз ба, ағай? Мен театр режиссер едім. Сізге келіп едім. Сізде бір жұмысым бар еді, ағай. Тыңдаңызшы, ағай. Ағай, сіздің есіңіз мынау емес пе еді? Қадірлі достар, біздер бәріміз бір семьяның, демек бір отбасының адамдарымыз. Туғандарымыз, туысқандарымыз. Қандай мақсаттарың бар? Соның бәрін жасырмай, шындықты айтқандарың дұрыс болады. Менің сендерден өтінетінім шындықты жасырмай айтыңдар. Ал, қайсың бастайсың? Ал ендеше, мен бастайын. Міне, мынау Шолпан деген баланың туғаннан бастап өзінің табиғи жыныстық ерекшелігі бар. Шынында да қалай? Оны қазір баланың өзі көрсетеді.
сен алдағы мейрамға спектакль қоям деп едің ғой. Иә, Қойсаң, Достоевскийді қой. оны өткен жыл қойғам. Енді ол кісінің басқа шығармаларымен айланысып жатыр. Өзің қалай шамаң жетеді деп ойлайсың ба? Қайдам енді әлім келгенше. Қызық адамсың. Өмір бойы кешігіп жүресің. Ештеңе етпейді. Уайымдама. Мә, одан да алып қой. Денсаулық үшін. Алып қойсаңшы. Алып қой. Алып қой. Ештеңе етпейді. Жүр, кетейік. Анда жігіттер күтіп қалды. Мінекей, күткен қонағыңызды ертіп әкелдім. Қысылмаңыз, бәрі өзіміз. Ойнаңыз, күліңіз, демалыңыз. Сен неге қиналып жүрсің? Дүние жалған. Уайымдама, бәрі орнына келеді. Бұл өмірде не керек саған? Қыз керек пе өзіңе? Өмір деген сергелдең екенін түсіндің бе? Еркінің күнделігіндегі мен туралы ойлармен келіспеймін. Менің бейнем өзінің қорқынышынан, күдігінен туған. Мына қылмысқа оның ешқандай қатынасы жоқ. Өлген қыз гуль емес. Еркінің күнделігінің бәрі шымшыттырға араласып кеткен. Ойы, түсі, театр, мен, гуль. Осының бәрін ол өзі ойлап шығарған.